Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге шакшука дайындаймыз. Арнама қош келдіңіздер. Бізге ұсақтап туралған қызанақ, бір пияз, ащы болгар бұрышы, 4 жұмыртқа қажет болады. Негізі өздеріңіздің қалауларынша ингредиентті қоссаңыздар болады. Қызып тұрған өсімдік майына пиязды, ұсақтап тұралған пиязды осылай салып, қуырып аламыз. Енді осының үстіне болгар бұрышын қосамыз. Менде аштылау болғандықтан осылай аздап қосып, араластырып жібереміз. Пияз бен болгар бұрышын қуырып алғаннан кейін, осылай қызанақты үстіне салып қуырамыз. Кішкене сөлі шығып, қуырылғаннан кейін, аздап татымына қарай қара бұрыш, тұз қосасыздар. Қызанағымыз жақсылап қуырып болғаннан кейін, оттың астын міндетті түрде баяу отқа қоясыздар да, жұмыртқаны бірінен соң бірін жарып, бетін 1-2 минутқа жауып алсаңыздар болады. Осымен біздің өте дәмді таңғы асымыз дайын болды. Жасап көрсеңіздер болады. Өте керемет болып шығатын әрі тойымды таңғы астың бірі. Барлықтарыңызға астарыңыз дәмді болсын.